Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай, дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Соңғы тақырыптан кішкене қиналған жоқсыздар ма? Сұрақ жауаптар өте көп болған. Уютное кафе дейді. Мен естіліп тұрмын ба? Бәрі күшті дейді. Бәрі күшті болса, жақсы. Жақсы. Жоқ, ағай, нормально дейді. Ну, нормально болса, вообще күшті. Просто мен ойлағам, кішкене қиындау болатын шығар деп, өйткені анау ауданға бөлінген, сұрақ көп деп қиналасыздар ма деп ойладым. Жоқ, нормально дейді берді. Сән бердік дейді. Сән бердік. Ағай, түрік қағанаттарына қашан келеміз? Түрік қағанаттарына біз 3 сабақтан кейін келеміз. Бүгін сақтар, келесі сабақ бізде қаңлылар мен үйсіндер, точнее сарматтар мен ғұндар, одан кейін қаңлылар мен үйсіндер, одан кейін бізде түрік дәуірі, түрік қағанаттары болады. Қалайсыз Ағай? Жақсымын, рахмет, жақсымын. Өздеріңіз қалайсыздар? Так, қазір 1 минуттан кейін бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жеңіл тақырып болады. Сақтар тайпалық одағын өтеміз. Алдында біз сақтарды уже бастағанбыз. Бүгін біз сақтарды жалғастырамыз. И сақтардың сыртқы саясатын, сақтар туралы деректер, солардың бәрін өтеміз. Сәмәтпін. Қалайсыз? Жақсымын. Бәріне өз уақытымен келеміз ғой. Иә, дұрыс айтасыз, бәріне өз уақытымен келеміз. Біз бәрін жәнегі бірінен кейін бірін өтіп жатырмыз, асықпай. Қызықтың бәрі ортаға сырып. Ағай, бүгін пробный болды, неолит дәуірінің ескерткіші деген сұрақ келді. Қайта оны біледі екем. Қалғаны қазақ газетінің редакторы, қазақ КСРО, қазақ хандығы деген болды. Қазақ газетінің редакторлары деген бәрін біз өтеміз 9-шы класста. Ахмет Байтұрсынов пен Алихан Бөкейханов дегендерді. Так что жаттап атқанның бәрі сіздерге қазір керек болады. Бәрін рет-ретімен оқыңыздар, бәрі өз ретімен келеді. Ағай, сіздің сабақ түсіндіргеніңіз ұнап жатыр дейді. Рахмет, міне. Осындай приятный комментарийлар жақсы екен. Әлішер ағайдың сабағын көрмейтін бар ма қазақ дейді. Көрсең де арманда, көрмесең де арманда дегендей болды. Так, ладно, давайте ақырындап бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз ол сақ тайпалық одағы. Сақтардың хронологиялық ауқымы ол біздің заманымыздан бұрынғы 8 бен біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырлардың аралығы. Яғни сақ тайпалары қазақ даласында 5 ғасыр бойы өмір сүріп, үстемдік еткен тайпа болып тұр. Кстати, сақтар жайлы көптеген жәнегі деректер бар, сақтар жайлы көптеген теориялар да бар. Олар қандай халық екен. Бізде ғалымдар кәдімгідей әлі күнге дейін спорласып жатыр. Пікірталас қатты жүріп жатыр. Сақтар түркі тілдес халық болды ма, әлде сақтар иран тілдес халық болды ма деп. Бірақ енді негізгі деректер бойынша олар все-таки иран тілдестер болған. Но Томирис деген киноны көрсеңіздер, ол жерде анау бәрі мана, сана деп отыр ғой, оның бәрі ежелгі түркі тілі. То есть біздің режиссерлар Томиристі түркі тілдес қылып тастады. Но шын мәнінде ғалымдар әлі күнге дейін спор жүргізіп жатыр. Потом тағы да сақтар туралы өте бір қызықты деректердің бірі, мына үйсін деген тайпалар келген кезде сақтардың жеріне, сақтарды олар ығыстырып тастайды. Сақтар ығысқаннан кейін олар қайда кетеді? Оларға қазіргі солтүстік Үндістан жеріне кетеді де, олар о жаққа арий тайпалары деген атаумен келген екен. То есть арийцы дегеніміз вот мне как раз таки сақтар болып тұр. И кейбір жәнегі ғалымдардың пікірінше Индиядағы касталық жүйенің негізін қалағандар осы сақтар дейді. То есть сақтардың ата бабалары кезінде сол Қазақстан жерінен Индияға кеткенде сол жақта касталық жүйені құрып отыр дейді. Но шын мәнінде бұлардың бәрі әрине пікірталастар, әлі күнге дейін және ғалымдар олар зерттеп жатыр. Точно айта алмаймыз оны, бірақ примерно осындай теориялар бар екен. Тағы да бір теория бойынша сақтардың атауы біздің қазақтың атына кеткен. То есть қазақ деген сөзіміз
қас сақ деген сөзден шыққан дейді, яғни нағыз сақ деген сөзден шығып тұр дейді. Бұл да бір пікірлердің бірі, ол точно емес. Мен сіздерге жаңа айтып тұрған кезде оны сендер ертең бәрі жерге айтып жүрмеңіздер, о все точно біз сақтардың тұқымымыз деп. Ол теория, и ол теориялар бойынша міне осылай қазақ деген сөздің шығуы қас сақ, яғни нағыз сақ деген атау шығып тұр міне. Так, мына жақта не отыр? Значит, у меня проблемы дейді. Қатып жатыр ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ. Нағыз ұбт-ға дейін тарихты бітіріп үлгереміз, ал қаңтар ұбт-ға дейін бітпейміз тарих. Жоқ, қаңтар ұбт-ға дейін бітпейміз, қаңтар ұбт-ға дейін біз примерно 8-ші классқа жетеміз. Примерно 8-ші классқа жетеміз. 8-ші класс анау көтерілістер, кіші жүздің неге кіруі деген, Ресейдің құрамына кіруі деген. Так, все, бастайық енді. Так, бұл тайпалар шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 8 бен 5 ғасырлардың аралығында Қазақстан жерінде және Орта Азия жерінде мекен етіп, сол жерде мына үстемдік еткен тайпа болып тұр. Ең басты тайпа осы сақтар болатын. Шығу туралы және пікірталастар туралы айтып кеттік уже. Олар не үнді иран тілінде шыққан, немесе не түркі тілдес болғаны туралы. Ол туралы біз айтып өттік уже. Ғалымдар әлі күнге дейін спорласып жатыр бір-бірімен деп. Но сақтардың бір үлкен ерекшеліктері, олар бірнеше тайпаға бөлінді ғой, мынау Парадарая, Хаома-Варга, Тигра-Хауда деп. Ол Тигра-Хауда сақтарының бас киімдері. Міне мына суретті қарасаңыздар, мынау шошақ бөрікті сақ, яғни сақ Тигра-Хауда. Ағай Удудағы Бердібек ағай танисыз ба? Жоқ, танымаймын. Так, енді сақтардың бөлінісі бойынша біз алдыңғы сабақта айтқанбыз, иә, Қазақстан жерінде мынау шығыс, орталық, солтүстік, батыс Қазақстанда көптеген тайпалар болды деп. Ғалымдардың пікірінше бұлар да сақтардың туысқан халықтар деп есептейді. Бірақ шын мәнінде біз әлі күнге дейін білмейміз, олар бір халық болды ма, әлде просто бір-бірімен және ұқсас халықтар болды ма. Ол халықтарға кіреді аргипейлер, солтүстік Қазақстан жері, Исидондар, орталық Қазақстан жері, Аримаспылар, шығыс Қазақстан жері, и одан кейін нағыз сақтардың уже өздері, иә, сақ Парадарая, немесе оларды теңіздің арғы жағындағы сақтар деп атайды. Олар Арал мен Каспийдің аралығын мекендеген. Одан кейін сақ Тигра-Хаудалар бар. Сақ Тигра-Хауда немесе оларды массагеттер деп атайды, немесе шошақ бөрікті сақтар деп атайды. Сақ Тигра-Хауданың мекен еткен жері ол Жетісу жері. Бағанағы Парадараялар міне олар мына жерде, яғни Арал және Каспий теңізінің аралығында. Одан кейін соңғысы сақ Хаома-Варга. Олар қазіргі Ауғанстан мен Тәжікстан жеріндегі Муграб деген өзен бар. Сол жерде бұрында мекен еткен екен. Плюс қазіргі Өзбекстан мен Түркменстан жерлері. Міне осы жерлердің бәрін сақ Хаома-Варгалар. Хаома дегеніміз, кстати, это шарап, это водка, то есть вино. Ресейге Кенесары қосты емес пе? Жоқ, Ресейге Кенесары емес. В общем, қараңыздар, сақ Хаома-Варгалар туралы бір қызықты айтып кетейін сіздерге. Хаома сусыны дегеніміз ол вино, еще андай өте мощный вино. Бір-екі рюмка ішіп алады да кетеді адамдар сразу. Сақ Хаома-Варгалар осы виноны жасап шет елдерге сатқан. Гректерге, ирандықтарға, потом мынау Орта Азия жеріне, біздің Қазақстан жеріне сатқан. Сол себеппен оларды міне осылай Хаома-Варга деп атап кеткен. Ол тарихта бізде Хаома-Варга деп қалған. Яғни Хаома сусынын даярлайтын сақтар деп. Енді сақтар жайлы деректерге келейік. Жалпы сақтар жайлы деректер өте көп сақталған. Өйткені сақтар, енді айттым ғой бағана, 5 ғасыр бойы осы Орта Азия жерінде үстемдік еткен халық деп. Ол дегеніміз, міне қарап отырсаңыздар, қазақ хандығы құрылғанымен
қазіргі Қазақстан Республикасына дейін 500 жыл өтті примерно. Вот примерно осыншама уақыт сақтар біздің қазақ даласында үстемдік еткен тайпалардың бірі болды. Сол себеппен олар жайлы деректер өте көп, өйткені олар басқа елдердің сыртқы саясатына көп араласып отыратын. Олар көптеген елдерге жорықтар жасаған, көптеген жерлерді басып алған кезінде. Бірақ сақтар олар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқандықтан оларға ана жерлер, отырықшы жерлер керек болған жоқ. Оларға тек қана жайылымдар ғана керек болатын. Сол себеппен олар көп жерлерді басып алып, сол жақта өздерінің мемлекетінің құрамына қосып тастамаған. Тек қана тонаушылық ретінде. Яғни жорықтардың бәрі тонаушылық сипатта болатын. Барады бір жерге, тонап кетеді, байлығын алады да далаға кетіп қалады. Қазақ даласына немесе Орта Азия жеріне кетіп қалады. Негізгі деректерді сақтар бойынша қалдырған ол үш халық бар: гректер, римдіктер және парсылар. Осы үш елдің деректері бойынша біз сақтар жайлы өте көп мәлімет білеміз. Гректерге біз қазір жеке тоқтаймыз. Біз пока что мына римдіктер мен парсыларға айтып берейік. Римдіктердің ішіндегі ең көп мәлімет қалдырып кеткен тұлға ол Помпей Трок деген рим тарихшысы. Осы кісі сақтар жайлы біраз мәлімет қалдырған екен. Одан бөлек парсылардың жәнегі патшасы бар, бірінші Дарий деген кісі. Біз ол кісі туралы тағы да өтеміз әлі сыртқы саясатын өткен кезде. Бірінші Дарий сақтар жайлы тоже көптеген мағлұмат қалдырып кеткен. Ол мәліметтерді мына тауда тастың үстіне қашап жазып кеткен. Мынаның бәрі, қарап отырсаңыздар, точкалардың бәрі, бұлардың бәрі жазулар, ежелгі парсы жазулары. Бұл тасты біз Бехистун деп атаймыз. Бехистун тасындағы жазбалар, немесе оны Бехистун жазбалары деп атаймыз. Мынау бізде Дарий патша бейнеленген, ал мынау оның бағындырған халықтары. Именно ең соңындағы адамға қарасаңыздар, назар аударсаңыздар, мына бас киімін қараңыздар, бас киім мынандай, бұл бізде кім? Бұл сақ, шошақ бөрікті сақ. То есть олардың сақтардың жәнегі шошақ бөрікті сақтардың ең үлкен жәнегі айырмашылықтары ол осындай міне басында бөрік киюі. Мынау бізде Зороастр дінінің несі, символы. И получается, мынау міне парсы жерінде осындай таудың үстінде осындай тас жазба табылды. Оны 20 ғасырдың ғалымдары бұның бәрін аударып шыққан екен. Бұны біз Бехистун жазбасы деп атаймыз. И осы Бехистун жазбасында сақтар жайлы грек парсы патшасы Дарий былай жазып кеткен екен: мен сақтардың жеріне барып, олардың жәнегі әйелдерін, балаларын құлдыққа алып келдім деп айтқан екен. Сақ Тиграхауда, Тиграхаудалар. Енді біз келесі маңызды мағлұматтарға келейік. Ол гректердің қалдырған жәнегі деректері болып тұр. Бағана айттық, біз Рим тарихшысы Помпей Трок, одан кейін парсы патшасы Дарий бірінші, одан бөлек бізде гректер. Гректер прям өте көп қалдырған сақтар жайлы. Жалпы гректер сақтарды өте қатты жақсы көрген. Потому что сауда-саттық жүрді ол елдердің арасында, но еще и бір-бірлерімен соғысқан да кездері болған. Оған біз тоже қазір келеміз алдыңғы слайдтарда. Енді грек авторлары сақтар жайлы былай айтқан екен: дұшпанға қатал, досқа адал деп келеді деп. Осындай жәнегі баяндаған гректер. Одан кейін сақтар жайлы тағы да мәліметтер, мына тарих атасы бар бізде, Геродот деген кісі, нәуір кісі. Мынау Геродоттың мүсіні. Геродот бізде тарихтың атасы, өйткені бұл кісі тарих деген еңбек жазған кезінде. Ол 5 томнан тұрады. И сол 5 томның жәнегі 5-ші томында Геродот сақтар туралы көптеген мәліметтер қалдырып кеткен екен. Кстати, Геродоттың тарих деген кітабы ол жәнегі екі неге бөлінеді. Екі бөлімге бөлінеді. Бірінші бөлімі ол шынайы тарих деп айтады ғалымдар. Екіншісі ол кішкене андай фантазия. То есть Геродот тоже ол асыра сілтеген ғой көп нәрсені. Анам біреуін былай қылып жазып тастайды, үлкен қылып, кішкентай нәрсені үлкен қылып жазып тастаған, мысалға там мына ғалымда сақ жеріндегі халықтар осындай болған деп өтірік жазған және кітап бар, оны екінші бөлімі деп атайды. И ол бөлімге көбінесе мына шындыққа жанаспайтын нәрселерді айтқан екен. Но сақтар жайлы ол именно бірінші бөліміне кетті. Ол бірінші бөлімде шындыққа жанасатын фактілер туралы айтылған. И ол жерде сақтар туралы көп мәлімет бар. Одан бөлек тағы да Страбон көп тоже қалдырған сақтар жайлы мәліметтерді. Оның ішіне мысал ретінде оны былай айтып кетеді екен сақтар жайлы: олардың бәрі ақ көңіл және уәдеге берік деп айтады екен. Одан кейін күміс олардың елінде болмайды, бірақ мыс пен алтын көп деп айтқан. То есть біздің жерімізде алтын көп екен деп айтты.
Одан бөлек ктеси бар. ктеси ол сақ әйелдерінің ержүректігі туралы айтып кеткен, яғни соғыс қаупі төнген кезде олар ерлеріне көмектеседі деп айтқан. Бұл вот это вот уже Европа елдері үшін бұл прям андай нереальный нәрсе болған. Неге? Өйткені олар айтады, әйелдер соғысып жүрмайды, біздің жерімізде әйелдер реально олар кішкентай кезінен бастап жылқының үстіне мінгенде и ерлермен бірге соғысатын. Ол тек қана сақтарда емес, ол еще біздің қазақтарда да солай болды, иә. Қазақ хандығы кезінде әйелдер кәдімгідей жаңағы жау шапқан кезде олар да өзінің септігін тигізетін, соғысқа қатысатын, садақпен ататын деген сияқты. И Ксенофонт, ол кісі Парсы елінде болған ат жарысы туралы айтып келген. И вот ат жарысы кезінде мына сақтың шабандозы неге мәреге бірінші болып келген екен. И сол кезде бір күшті жүлделі приз алған дейді. Сол туралы Ксенофонт айтып кеткен дейді. Одан бөлек тағы да Ариан мен Полиен де бар. Ариан сақтар жайлы тоже көп мәлімет қалдырған, себебі ол кісі мына Александр Македонскийдің жеке тарихшысы болған кісі. Александр Македонскийдің тарихын зерттеген адам. Ал Александр Македонский сақтармен тоже соғысқан екен кезінде. Так, мына жақта не отыр? Сақтар кентавр секілді деп те айтқан дейді. Иә, вот алдыңғы сабақта біз кентаврларда өттік қой. И вот кентаврлар туралы аңыздар как раз таки осы біздің жеріміздегі сақтардан шығып отыр. Кентавр басқа нәрсе ғой. Жоқ, кентавр туралы аңыздар біздің жеріміздегі көшпелі халықтардан шығады. Ол дұрыс. Страбон олар күнді құдай деп санайды, және оларға арнап жылқыны құрбандыққа шалады деп жазған. Иә, бұл да бар. Алтын адамға қарап білсек болады алтынды пайдаланған туралы. Иә, алтын адамның үстіндегі алтын қапсырмаларының саны көп. Ағай, Ксенофонт Парсы жерінде тұрып сақтар жайлы жазған емес пе? Иә, Ксенофонт ол кісі гректің елшісі Парсы жерінде болған. И ол кісі Парсы жерінде тұрған біраз уақыт, потому что ол елші болған. И ол мына парсылардың елінде көптеген жарыстар болып тұрған. Сол жарысқа сақтың бір сақ шабандозы жарысқа қатысып бірінші орын алған деп осы кісі мәлімдеме жазып кеткен екен. Так, жалғастырайық. Енді сақтар әлем мифологиясында. Алдыңғы сабақта біз кентаврлар туралы мифологияны айттық, иә, қайдан шыққан ол. Ана бір жаңағы өсекшілер бірінен біріне бір әңгімелерді айтып жүреді, ол әңгімелер арғата асыра сілтеп, соңында жылқыдан түспейтін адамды жартылай жылқы, жартылай адам қылып тастаған, иә, кентавр деген. Енді біз сақтар туралы тағы да бір аңыздар шыққан. Ол не только сақтар, сарматтар бар, потом басқа да көшпелі тайпалардың әйелдері туралы. Маған айттық қой, анау ктеси айтып кетті ғой, сақтардың әйелдері ержүрек келеді, жаудың қаупі төнген кезде соғысқа аттанады, күйеулеріне көмектеседі деп, иә. И осының бәрінен амазонкалар жайлы аңыздар шыққан екен. Жалпы амазонкалар туралы жәнегі мифтер как раз таки біздің жеріміздегі мына сақ саврамат әйелдерінен алынған, өйткені олар соғыстарына постоянно қатысып жүретін, иә. Оның ішінде мысал ретінде танымал Томирис патшайымы бар, иә. Томирис патшайымы енді олар үшін, гректер үшін әйел мемлекетті басқарып жатыр деген, олар үшін прямо нереальный нәрсе болған, олар сенбейтін оған, қалай деп. Сонда вот Томирис біздің жерімізде кәдімгідей мемлекетті басқарып жүр. И осыдан оларда амазонкалар жайлы тарих жаңағы аңыздар шығады. Яғни амазонка деген тек қана әйелдерден тұратын тайпалар, олар прям ержүрек, соғысады, еще и жеңіп кетеді бәрін деп. Міне осылай аңыздар осылай міне шығып отыр. Мифология деген не етеді? Мифология деген сол аңыздар. Мифология это аңыз. Миф это аңыз. Гарем дейді. Гарем емес бұлар. Мына суретті қарасаңыздар, мына киноны көрген шығарсыздар көбілеріңіз, иә. Бұл Чудо-женщина деген DC Comics, DC Comics-тың шығарған киносы, комикстары бар. И вот осы амазонкалар туралы, мынау жерде Чудо-женщина это амазонка получается. Тимискира деген аралдан амазонкалар, ал амазонканың түбі ол сақ жеріндегі әйелдерден алынған екен. Көбірек дерек білем дегендер болса, Томирис деген тарихи фильмді көрсеңіздер болады. Иә, Томирис деген киноны көрсеңіздер болады, бірақ Томиристі все-таки ұмытпаңыздар, ол все-таки художественный вымысел, иә. Но ішінде деректер бар, иә, ішінде негізгі деректер бар әрине Томирис жайлы. Кинода кейбір мәліметтер қосып жүрген. Әрине, кино дегеніміз сол все-таки режиссердің жаңағы несі ғой, чтобы қызықты қылып көрсету үшін. Женщина не танцует дейді.
сақтарды үнді иран тілінде сөйлеген дейді ғой дейді. Иә, мен бұл туралы сабақтың басында айтып кеткем, сақтар жайлы әлі күнге дейін пікірталастар болып жатыр деп. Біреулері олар үнді иран тілінде сөйлеген дейді, ал біреулері олар түркі тілдес болған дейді. Ал нақты қай тілде сөйлегені біз үшін өкінішке орай пока что белгісіз. Өйткені олардан бізге жазба деректер қалмаған екен. Міне, сонымен амазонкалар жайлы осындай мифология да бар. Кстати, сақтардың әйелдері туралы кішкене тағы да бір сізге факт айтып кетейін. Сақтардың дәстүрінде мынандай нәрсе болған екен. Үйленердің алдында, мына жұбайлар, иә, жігіт пен қыз үйленердің алдында олар жекпе жекке шығады екен, то есть күреседі. Кім жеңеді, кім жеңеді сол күресте, сол үйдің басшысы болады. Мысал ретінде деректер бойынша томирис өзінің күйеуі рүстем деген батыр болған дейді. Ол деректерде, кітаптарда сөйтіп жазылған, бірақ шын мәнінде аты кім болғаны белгісіз. Но бізге сөйтіп айтып отыр, рүстем деген батыр болған деп. И рүстем деген батыр, в общем, томириспен жекпе жекке шығады, паразам шығады и таяқ жай қалады. И томирис сөйтіп жаңағы үйдің басшысы болды. Ағай, Зарина деген кімдердің патшайымы, бізге пробный. Зарина тоже сақтардың патшайымы. Қателеспесем, томиристің екінші аты тұмар дейді. Так, менің компьютерім кішкене қуып кетті. Так, ағай, сақ деректерінде Авеста кітабында кездеседі дейді. Жоқ, сақтар жайлы Авестада жоқ, Авестада кімдер жайлы? Қаңлылар жайлы. Авестада қаңлылар жайлы. Не могу поверить, миф таза дейді. Рамазан, сіз неге қалай бірге бір кәдімгідей бұларда кәдімгідей жаңағы сол жекпе жекке нық болған. Так, окей, кеттік дальше. Сақтардың қоғамдық құрылысы жайлы келетін болсақ. Жалпы сақтарда әскери демократия болды. Мен айтқам алдында әскери демократия деген не екен? Ол дегеніміз мына тайпаларды именно әскери адамдардың басқаруы дедік біз. Әскери демократия оларда ер адамдар мен әйел адамдарға тең болған. Не только сақтарда, но еще сарматтарда. Сонда қарап отырсаңыздар, сақтар мен сарматтардың қоғамында әйелдер кәдімгідей жалпы жиналысқа қатыса алатын, оларда жаңағы дауыс беру құқығы болған, и оларда мемлекеттің басшысына дейін көтеріле алған. Оған жаңағы премьерлер ретінде как раз таки жаңағы томирис және Зарина деген патшалар. Қоғамдық сатыларына келетін болсақ, ең басты жаңағы билеушілері ол патша, ол сақ мемлекетінің басшысының лауазымы. Оған тәуелді адамдар, тайпа көсемдері, оларда жаңағы әрбір жеке тайпаның көсемдері болады, олардың бәрі патшаға бағынышты болады. Одан кейін сақтардың негізгі жиналысы құрылтай сияқты, ол халық жиналысы болатын. Халық жиналысында көптеген мәселелер шешілген. Мысал ретінде, қай жаққа соғысқа барамыз, қай жақты тонаймыз, қай жаққа малымызды жаямыз деген сияқты. Тағы да бір лауазымды адамдар, олар абыздар болатын. Немесе оны біз қазір шамандар деп атаймыз. Ол діни лауазымы, жаңағы діни лауазымды адамдар. Олардың ерекше тостағандар мен ерекше бас киімдері болған. Сол арқылы абыздарды танитын. И абыздарды көп жағдайда олар өте қатты қадірлеп қастерлеген. Өйткені абыздар олар құдайлармен сөйлеседі, абыздар олар жаңағы мына бақсылықпен айналысқан, то есть адамдарды емдеген деп айтсақ болады. И оларда еще малшылар мен егіншілер де болған. Енді кәдімгі малшылар қарапайым егіншілер, олар сегіз аяқтылар деп атаған. То есть сегіз аяқтылар деп. Рух файтинг болған дейді.
бар емес по Авеста. Авестада сақтар жайлы бар, бірақ бізде қараңыздар, тесттарда основной Авеста ол қаңлылар бойынша келеді. Сол себеппен екеуін бір-біріне қоспай ақ қойыңыздар. Авестада енді какой-то нелер айтылған, деректер айтылған, бірақ сақтар жайлы Авеста кездеспейді ұбт-да. Сол себеппен Авестаны қазір есіңізге сақтап қойсаңыз, ертең ұбт-да қиын болады. Сақтардың көне паршатау сақа болған екен дейді. Тоже теориялар, иә. Дайлар деп атаған. Иә, сақтарды дайлар деп те атаған. Сақтар көк тәңірге сыйынғанбайды. Иә, деректер бойынша олар көк тәңірге табынған, иә. Мынау сурет бізде Томирис киносынан алынған үзінді. Мына түрі серьезный әйел Томирис. Ал мынау міне бізде арттағы как раз таки шошақ бөрікті сақтар, немесе сақ тигрохаудалар дейміз. Так, енді сақтардың шаруашылығына келетін болсақ, оларда негізгі шаруашылығы әрине ол мал шаруашылығы болды. Негізгі өсіретін малдары ол қой мен жылқы болған. Бірақ оңтүстік аудандарда оларда сиыр да өсірген. Сиырды енді азырақ өсірген, бірақ ол все равно болған. Шөл және шөлейт зоналарында олар түйе өсірген екен. Но ең бастысы ол әрине қой мен жылқы. Діндеріне келетін болсақ, олар жаңағы ата баба рухына сыйынған, және бағана айтып кеткен көк тәңірге. Жалпы көк тәңірге ол мына ежелгі қола дәуірінен басталып табына бастаған. Но бастысы енді ол ата баба рухына сыйыну екен. Шырақ деген батыр. Шырақ дегеннің бәріне біз қазір келеміз тағы да әлі. Енді біз сақтардың сыртқы саясатына келейік. Жалпы қандай елдермен соғысты, қандай басшылармен соғысты, ол соғыстардың нәтижелері қандай болды. Осының бәріне біз жеке-жеке тоқтайық. Ең үлкен алғашқы соғыстары сақтардың ол Парсы патшасы Кирмен соғысы. Бұл соғыс шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы болған екен. Себебі ол уақытта сақ жеріне Парсы патшасы Кир, міне мәуір кісі бұл кинодағы, Кир 200 мың әскермен қазақ даласына, қазіргі қазақ даласына жорық жасап келеді екен. Сонда қарап отырсаңыздар, Кир деген кісі, енді жалпы дүние тарихын тапсыратын оқушылар Кирді жақсы білу керек. Өйткені Кир деген кісі, немесе оны еще Кураш деп атайды, Кир Кураш. Бұл кісі Парсы империясының негізін қалаған кісі. Парсы халқын және бостандық етіп, оларды тәуелсіз мемлекет алып берген кісі осы Кир. Немесе оларды еще ахемениттер деп атайды, ахемениттер әулеті. Кир жәнегі өз халқын, Парсы халқын Мидия деген мемлекет болған. Есімізде ғой, Мидия деген мемлекет. Мидия деген мемлекетте парсылар тәуелді болып жүрген. И сол тәуелділіктен как раз таки кім, жәнегі Кир оларды алып шығады, и ол жаңа мемлекеттің негізін қалайды. Ол мемлекет жәнегі ұзақ уақыт бойы мынау кіші Азия жерінде үлкен үстемдік еткен мемлекет. Жалпы Парсы империясы өте мықты империялардың бірі болған. И вот осы Кир біздің қазақ даласына ол Вавилонды алды, Месопотамия жерін алды, қазіргі Сирия, Дамаск, және сол жақтардың бәрін басып алды да, и 200 мың әскермен қазақ даласына кіреді. Сол уақытта, қазақ даласында енді ол уақытта сақтар, не только қазақ даласы, жалпы Орта Азия жерінде, ол жерде сақтар үстемдік етіп жүр. И деректер бойынша Кир Томириске давай маған үйлен деп айтады екен. Екеуміз үйленейік деп. Бірақ енді Томиристің уже күйеуі бар. В общем, Томирис оған отказ береді. Сол кезде Кир соғыс ашпақшы болады. Соғыс ашпақшы болған кезде Кир Томирис өзінің баласын, Спаргапис деген ұлы болған, сол ұлын және күйеуін, по-моему, неге жібереді? Келіссөздерге жібереді. Келісім сөз жасағаннан кейін, в общем, айтады, сен давай соғыспай ақ қояйық, сен өз бетімен қайта бер, еліміз тыныш болсын деп. Бірақ Кир оған отказ береді, и деректер бойынша
деректер бойынша кир у беріп өлтіреді дейді, ана кімнің, спаргапис деген ұлын. Кинода кішкене басқаша көрсетілген, но гректердің жаңағы деректері бойынша у беріп өлтірген дейді. И ол спаргапис өлгеннен кейін, в общем, Томирис ызаланады кімге, кирға, и үлкен жорық жасайды. И ол жорықтың нәтижесінде кирдің әскерлерін толықтай талқандап тастаған сақтар. Ал сақнашық не болып кетті, кирдің басын шауып алады. Иә. Парсылар қазіргі араб тілдестер ме? Жоқ, парсылар олар әлі күнге дейін парсы тілдестер. Парсы тілдерінде сөйлейтін халықтар олар Иран халқы, одан кейін Ауғанстан халқы, тәжіктер бар, олардың бәрі фарси тілінде сөйлейтін адамдар. Оның өзінің баласы аты кім еді, ағай дейді. Кімдікі ма? Томиристікі ма? Томиристікі Спаргапис. Енді жәнегі кімнің, Томирис пен кирдің арасындағы соғыста кирді жеңеді. И одан кейін мына көптеген ғалымдар, оның ішінде Геродот бар, оның ішінде Страбон бар, олар мынандай оқиғаны бейнелеген екен. Томирис соғысты жеңгеннен кейін кирді өлтіргенін біледі. Сол себеппен өзінің адамдарына кирдің денесін тапсын деп жаңағы приказ береді. Адамдар іздеп кирдің денесін табады да, и Томирис, в общем, кирдің басын алады. Одан кейін былғарыдан жасалған мешоктың ішіне қан толтырады да, и саған қан керек болды ма, қанға той деп ананың басын жаңағы былғары дорбаның ішіне салған дейді, қан толған дорбаның ішіне салған дейді. Сөйтіп міне Парсы империясының негізін қалаған ең мықты билеушілердің бірі Кир немесе Кураш, ол біздің жерімізге келіп, мына Орта Азия жеріне келіп, сақтардан таяқ жеген, былай айтқан кезде. И ол туралы көптеген кітаптарда, деректерде жазылып кеткен. Ол бірақ қана деректе емес, ол жаңағы Геродоттың деректерінде, Ариан ол туралы жазып кеткен, Страбон да ол туралы жазып кеткен, Помпей Трок та жазылып кеткен. Помпей Трок бүйтіп айтқан: Томирис әйел болса да, жаудың шапқыншылығынан қорыққан жоқ деп айтады. Мына суретті қарап отырсаңыз, мынау сурет орта ғасырлардағы Европа суретшілерінің салған суреті. И бұл суретте Томирис патшайым, мынау кирдің басы, мынау енді кувшин, ішінде қаны бар кувшин, соған басын салып жатыр. Бұл туралы, бұл суреттердің жаңағы түрі болған. Мынау енді қарап отырсаңыздар, мынау европалықтар сурет салғандықтан, олар өздерінің представлениясы бойынша сақтарды кішкене европеец сияқты болып есептеген. Қарап отырсаң, киімдерінің бәрі европалық стильде. Ағай, неге сегіз аяқтылар деп? Сегіз аяқтылар малшылар, потому что сиырдың 4 аяғы бар, и кімдер, егіншілер жер жыртқаннан кейін артынан 4 аяқтап жүретін ғой, жерді жырту үшін, одан кейін бидай салу үшін, сол себептен сегіз аяқтылар деп атаған. Мана деп тұрып айтады. Иә, кинода мана, сана, ол ежелгі түркі тілі. Кир өлгенше таяқ жеп тойды. Кир, иә, өлді бұл кісі. Так, жалғастырайық. В общем, міне осылай жаңағы Парсы патшасы Кир осылай сақтардан жеңіледі и өстіп өлген. Сөйтіп Томирис те парсылардың жаңағы шапқыншылығын Орта Азия жеріне тоқтатқан болған. Бірақ ол тоқтатқаннан кейін ол ұзаққа тоқтаған жоқ. Шамамен 11 жыл уақыт өткеннен кейін қазақ даласына, немесе не только қазақ даласына, жалпы Орта Азия жеріне екінші болып мына Кирдің немересі болған, қыз немересі болған. Соның күйеуі Дарий деген билеуші. Дарий, в общем, Кирдің немересіне күйеуге үйленеді де, ол кісі кейін өзі патша болып кетеді. Бірінші Дарий біздің заманымыздан бұрынғы 519 жылы сақтардың жеріне үлкен жорық жасайды. И ол жорықтың нәтижесінде сақтардың патшасы Скунха деген кісі болған, ол кісі қаза тапты. И ол қаза тапқаннан кейін сақтар көптеген жеңілістерге ұшырады. Сол себеппен Парсы патшасы Дарий сақтардың біраз жерлерін басып алған екен. И біраз тайпаларын сақтардың өзіне тәуелді қылып тастады.
бірақ ол уақытта сақтарды толықтай жеңе алған жоқ, толықтай жерлерін басып алған жоқ. Оған бірден бір себеп ол сақтардың қарапайым малшысы Шырақтың ерлігі. Ол тоже көптеген гректердің және жазбаларында Шырақтың ерлігі туралы айтылып кеткен екен. Сегіз аяқ дегені соқаға жегетін екі өгізі барлар деген мағынада. Иә, плюс арттарынан адамдар еңбектеп төрт аяқтап жүрген. Енді біз Шырақтың ерлігіне келейік. Жалпы Шырақ деген кім и ол қандай ерлік жасады? Шырақ ол біз бәріміз білеміз, мектеп программасында өткенбіз бұл кісіні. Бұл кісі сақтардың қарапайым малшысы, иә. Бұл кісі жаңағы дарилардың әскерлерін көрген кезде, ол оказывается былай істейді, деректер бойынша әрине, өзінің үстін пышақпен тіліп тастаған дейді, бетін, қолын, бәрін. Содан кейін осындай үлкен-үлкен жаңағы жаралармен мына кімге барады? Бірінші Дарийға барады. И айтады, сақтар мені өте қатты жәбірлейді дейді, мен сақтардан кегімді алғым келеді дейді. Кегімді алу үшін мен сені мына сақтарға апаратын қысқа жолмен апарайын дейді. Дарияның жаңағы түрін көріп тұр, түрі бәрі быт шыт болып кеткен, оның денесінің бәрі тілінген, быт шыт. Содан сол кімге, Шыраққа сенеді де, сенгеннен кейін жаңағы бүкіл әскерлерімен Шырақтың артынан кетеді. Шырақ болса не істейді? Ол барады да шөлге апарады парсы әскерлерін, и шөлдің ішінде, в общем, айналып адастырып жібереді. И соның нәтижесінде Шырақтың өзі өлді. Одан бөлек жаңағы парсы әскерлерінің жартысы да қырылып қалды. Оның бәрін көрген Дарий бүкіл әскерлерін жаңағы алады да кері қайтып, в общем, сақтардың даласына келместей кетеді. Бірақ көптеген жерлерін все равно басып алды. И ол басып алғаннан кейін сақтар парсылардың құрамына өтіп кетті, и біраз уақыт парсыларға қызмет еткен екен. Біз негізі Томиристің балаларын мына жақта әңгіме қылып тастадың да сен. Қайтеміз, оның бір баласы болды, который бізге тарихта керектісі, ол анау Спаргапис деген. Болды. Қалғандарын қайтеміз, ол балалар көп болған шығар олардың. Оның баласы кім болды? Оның баласының қызы кім болды? Ол қызының жігіті кім болды? Так, ладно, жалғастырайық. Сонымен жаңа айтып өткеттік, иә. Бірінші Дарий біраз сақтардың жерлерін басып алады, и көптеген сақтарды өзіне тәуелді қылып тастаған. Сол себеппен біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы, яғни шамамен 30 жыл өткеннен кейін, сақтардың әскерлері парсы әскерінің құрамында анау Грециядағы Марафон деген далада олар соғысқан екен. Афиналықтарға қарсы. Білеміз, Грекия полистерден тұрған, көптеген полистер ол жеке-жеке қалалар, бір қала, бір мемлекет болатын. Афины мемлекеті, Спарта мемлекеті деп. Сөйтіп афиналықтар мен парсылардың арасындағы үлкен соғыс болған. Ол соғысты бастаған кімдер, жаңағы парсылар, Грекияның жерлерін басып алғысы келген. И әскерлерінің құрамында, парсылардың құрамында өлмейтін 10 000 деген әскер болған. Немесе оларды орысша бессмертные деп атайды. 300 спартанцев деген киноны көрсеңіздер, сол жерде андай бір беттеріне күшті бір маска киіп алған жігіттер бар. Сол жігіттер, маска киген жігіттер негізі сақтардан алынған. Бірақ әрине олар шын өмірде ондай маскалар болған жоқ, олар обычный киім киген, бірақ олар типа элитный әскер болатын. Неге элита? Өйткені сақтар жылқының үстінде отырып алып, жаңағы садақпен ата бере алатын. Парсылар олай жаңағы ондай соғыс тәсілдерін білген жоқ. Сол себеппен сақтар міне өстіп, мына парсылардың әскерлерінің құрамында мына Грекия жерінде соғысып жүр. Біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы мына афиналықтарға қарсы Марафон деген далада шайқасқан екен. Бұл шайқаста гректер жеңіске жетеді, то есть сақтар мен парсылар жеңіліп қалды. Так, енді мына жерді міне марафон жарыстары туралы бұны жазбай ақ қойыңыздар.
Бұны конспектке жазбай ақ қойыңыздар, бұны сіздерге просто қызықты дерек ретінде айтып берейін. Жалпы марафон деген бізде жыл сайын Алматы қаласында өзі бірнеше рет ұйымдастырылып тұрады, иә. Осының бәрі қайдан шықты? Бағана айтып кеттік, иә, біз Грекия даласында Афины деген қаланың маңында примерно бір 200 шақырым жерде марафон деген дала бар. Сол далада үлкен ірі шайқас болған. Ол шайқаста сақтар қатысты деп айттық, иә. Гректер бұл шайқасты жеңгеннен кейін гректердің бүкіл әскерлері, ер азаматтары сол соғысқа аттанып кеткен мына Афины қаласына. Сол уақытта мына грек жауынгері болған бір қолбасшыларының бірі Фидиппит деген кісі. Фидиппит деген кісі, в общем, 200 шақырым жүгіреді екен Афиныға дейін. Жеңіс туралы айту үшін. Себебі енді қаланың ішінде тек қана кішкентай балалар мен қариялар и әйелдер ғана қалған. Олар енді қорқып отыр ғой, потому что парсылар жеңіп кетсе, ары қаратай қалаға кіреді деп. Сол себеппен Фидиппит, в общем, 200 километр бойы жүгіреді дейді тоқтаусыз. Содан кейін мына Афины қаласының қақпасына жеткен кезде біз жеңдік деп айтады да, и сол жерде, в общем, қайтыс болады, мерт болып кетеді. И соның құрметіне ең алғашқы ежелгі Грекия жерінде Олимпиада ойындары болды ғой. Сол Олимпиада ойындарына осы жарысты ұйымдастырады, то есть жүгіру жарысын. Оны біз кейін марафон деп атаймыз. Марафон жарыстары бізде жыл сайын болып жатады. Осы Алматы қаласында мына суретті қарап отырсаңыздар, мынау Алматы марафон. Несі жаңағы спонсоры Каспий банк. Рекламная интеграция. Маған бірақ Каспий төлеген жоқ, өкінішке орай. Мынаны марафонның аталу тарихы. Бұны жазбай ақ қойыңыздар. Так, енді мына жерден скрин жасап алыңыздар. Құрметті оқушылар, мына Македонскийдің жорығы дегенде скрин жасап алыңыздар. Скрин. Бүгінгі сабақ жақсы болып жатыр, я дейді. Оның алдындағы сабақтар жаман болды ма? Керемет түсіндіресіз аға дейді. Рахмет. This is Sparta. Так, скрин жасап алыңыздар. Мынау біздің соңғы слайдымыз. Осы слайдтан кейін болды, бүгінгі тақырыбымыз аяқталады. Ағай, видеоролик жібересіз ба, куратор? Қандай видеоролик? Мына не ма? Сабақтың записі ол кімдерде? Кураторларда ма, біреуде? Оған менің қатысым жоқ, өкінішке орай. Скрин. Так, скрин жасадыңыздар ма? Жоқ, бүгінгі сабақ тартысты болып жатыр деймін де. Все, түсінікті. Ну и негізі қызықты тақырып. Бұл скринді жібереміз ба? Иә, кураторларға жібересіздер. Так, енді соңғы слайдымыз біздің бұл Македонский мен сақтардың арасындағы соғыс туралы айтайық. Македонскийдің сақ даласындағы жорықтары. Жалпы бағана айтып кеттік, парсылармен көп уақыт соғысты да, бірақ парсылардан кейін, парсы үстемдігі кішкене түскеннен кейін, мына біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда, яғни примерно 300-ші жылдары, грек Македон басшысы Александр Македонский мына кіші Азия, Вавилон, Парсы империясын бәрін басып алады да, ол кісі Орта Азия жеріне дейін кіреді. И осы Орта Азия жерінде кезінде мына Спитамен бастаған кімдер бар? Сақтар және соғды халықтары бар. Олар бірігеді, кімдерге қарсы соғысады? Македонскийға қарсы соғысады. И бұл соғыстардың нәтижесінде гректер жеңіп кетеді. Сақтар мен соғдылар жеңгеннен кейін гректердің басқыншылығын тоқтатады.
кейбір деректер бойынша, кейбір ғалымдардың есептеуінше, Александр Македонский как раз таки осы сақтар мен соғыстардың бірінде жарақат алып содан қайтыс болды дейді. Ол енді әрине теориялардың бірі, шын мәнінде біз нақты білмейміз. Кейбір деректер бойынша ол кісі сақтардың қолынан қаза тапқан еді, кейбіреулері бойынша ол кісі мына бактрия халықтармен соғыс жүріп жарақат алып содан қаза тапқан дейді. Но шын мәнінде біз кімнен именно кімнің қолынан қаза тапқанын білмейміз, қандай жарақаттан кейін. Но осындай үлкен соғыс болды. Македонскийді жалпы енді бұл кісі әлемдік тұлғадағы, әлемдік және деңгейдегі тұлға. Бұл кісі 23 жасында ма, 24 жасында ма уже мына әлемнің жартысын басып алған, сол уақыттағы белгілі әлемнің жартысын. Еще ең бай жерлерін. Александр Македонскийдің өзінің құрметіне 13 қала салдырып кеткен. Александрия деген атаумен. Ең танымалы әрине Египетте Александрийский маяк деген бар ғой, маяктың қазақшасы ғой. В общем, Египеттегі ең және танымал қаланы сол салдырып кетті, сол қалада жерленген деген. Плюс еще Александрдың қасында жүрген қолбасшылары кейін көптеген мемлекеттерде кәдімгідей мемлекет басшысына айналып кеткен әулеттерін құрған екен. Мысал ретінде Бактрия жерінде Александр Македонскийдің қолбасшылары кейін және билеуші әулет құрады да Бактрияны қаншама жыл басқарды. Египетте то же самое. Александр Македонскийдің бір ең мықты қолбасшыларының бірі болған Птолемей деген кісі. Сол Птолемей кейін Египетті басқара бастайды да, ол кісінің ұрпақтары біраз уақыт бойы Египеттің фараондары болған. Оның ішіндегі ең танымалы это Клеопатра. Клеопатра ол кісі Александр Македонскийдің қолбасшыларының бірі, Птолемейдің ұрпағы болып тұр сонда. Сырдария бойында грек тұрғын македондардың тірек пункті шеткі Александрия немесе Александрия схаты. А еще оның аты Маракана болған еще. Вот на және тірек пункті Маракана деп аталған. Александр үндіге шабуыл жасаған кезде әскермен бір өзеннен су ішкен, сосын іші ауырған, тек командирлерден басқа неге екенін білесіз бе? Ух ты, білмейді екенмін оны. Ондай туралы нақтысын білмеймін, іші ауырған туралы. Қараңыздар, Индияға жорық жасаған кезінде Александр Македонскийдің тоже мынандай бір қызықты дерек бар. Ол кісі, в общем, мына әскерлерін алады да жылқының үстінен түсіреді де сиырлардың үстіне отырғызып қойған дейді. Өйткені Индияда білеміз, сиыр қасиетті жануар болып есептеледі. Ол сол уақытта қасиетті жануар есептелген. И соның осы қасиетті жануар болып есептеуінің нәтижесінде ол кісі сиырлармен отырып алды да Индияны соғыссыз алған дейді. Сондай деректер бар. Александр сонда итальянец ба еді? Жоқ, Александр ол македонец. Македонец. Зұлқарнайын. Александр Македонский қазақша емес, арабшадан ол Ескендір Зұлқарнайын. Миф бойынша Александрда рага болған байды. Миф бойынша Александрда рага болған жоқ, оның просто бас киімі бар ғой, шлемінде, сонда мүйіздері болған дейді. Осы македонский емес па, қазақтардан қорғып Сырдария бойына жетіп қайта шегінген деп. Қазақтар емес, ол уақытта қазақтар әлі планда жоқ. Сақтармен соғысқан, сақтардан жеңілгеннен кейін көш кетіп қалған. Ағай Сарматтардың шаруашылығы не еді дейді? Көшпелі мал шаруашылығы, бірақ қосалқы шаруашылықтар бар, оның ішіне аң аулау, балық аулау, тері былғардан ыдыс жасау кіреді. Тактика немесе мараканда. Ну вот маракана үнділерде туылғанда сиыр деп туған ғой. Сиырдың үстіне унижать ету мақсатында отырып алған болса. Сиырдың үстіне унижать ету мақсатында отырып алған ғой. Унижать ету үшін емес, чтобы соғыссыз басып алу үшін. Өйткені үнділер сиырдың үстінде отырған көріп тұр да, и соответственно соғыса алмайды. Сиырды өлтіруге болмайды екен оларға. Так, міне, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. В принципе, такой жеңіл сабақтардың бірі, light.
Македонскийдан кейін кім басқарған оның мемлекетін дейді. Македонский қайтыс болғаннан кейін оның империясы бөлініп кетті, ыдырап ыдырап неше түрлі мемлекеттерге, и әрбір жерінде бөлек бөлек билеушілер болған. Бонапартқа ешкім жетпейді, красавчик жігіт ровный болған дейді. Бонапарт тоже мықты кісі болған, иә. Македонский қандай арам болған дейді. Ол не то что арам, ол это по идее гений тактики. Ойлаңыздаршы, зато өзінің әскерлерін аман қалдырған. Қазіргі заманда сиырмен кірсе олар қарамайды ғой оған, Пакистан соғысты көрінді дейді. Ну, олар үнділер әлі күнге дейін сиырды қасиетті жануар қылып есептейді, и олар сиырды соймайды до сих пор. Мысал ретінде, енді географиядан білесіздер, иә, сиыр саны ең көп мемлекет ол Индия, потому что олар соймайды, тек қана сүтін ішеді. Египетте мысық қадірлі ғой, сол себеппен Египетке соғысатын ел мысық ұстап шыққан. Так, сау болыңыз, түсінікті болды, түсінікті, зор, ағай күшті. Ағай 1,5 сағат болмай ма дейді. Қазақстан тарихы 1,5 сағат болмайды, 1 сағат. Уақыттарыңыз, иә, бір 3-4 минуттарыңыз бар. Сұрақтарыңыз болса қойып алсаңыздар болды. Все, жақсы, сау болыңыздар, құрметті оқушылар. Сұрақтарыңыз болса, пока что қоя тұрсаңыздар болады. Егер, если что, міне менің инстаграмыма жазылып қойсаңыздар болады. Мынау міне инстаграм Алиш Тарих деген. Кім жазылған жоқ, можете подписаться. Ағай түсінікті. Сабақ әрі қызықты болды, сау болыңыз дейді. Рахмет, сау болыңыздар. Сонымен Кенесарыны қырғыздар өлтірген ба еді. Иә, қырғыздың манаптары Кенесарының басын алған. Сіздің сабағыңызға уақыт тез өтеді дейді. Ағай, сақтар спартанец болған ба сонда? Жоқ, әрине, спартанец болған жоқ сақтар. Спартанецтер олар спартанецтер, сақтар олар сақтар. Екеуі екі түрлі бөлек халық. Спарталықтар олар гректер. Үнді Иран тілі деген қалай? Үнді Иран тілі деп біз қазір мына көптеген Азия елдері мен Европа тілдерінің шыққан түбін айтамыз. Мысал ретінде түркі тілдестер бар, түркі тілдестердің ішіне біз кіреміз, там татарлар, башқұрттар, қырғыздар деп. Ал үнді Иран тіл тобына кіреді мына Индиядан басталып Европаға дейінгі тілдер. Сондай тілдерді айтамыз, үнді Иран деп. Австрийский художник білесіз бе? Конечно, білемін. Самый крутой художник. Еще мынандай мұрты бар міне. Бонапарт деген кім дейді. Бонапарт деген рэпер бар. Болған, по крайней мере, қазір бар ма жоқ па екенін білмеймін. Ағай, әскери демократия туралы айтып беріңізші. Әскери демократия дегеніміз ол мемлекеттің басында әскери адамның тұруы. Мысал ретінде мына тайпаның көсемдері ол еще әскердің қолбасшысы болған. Соны біз әскери демократия деп атаймыз. Инста парақшаңыз күшті дейді. Комфортныйсыз ағай дейді. Міне, тоже. Инста қабылдайсыз ғой. Инста менде ашық, подписка жасап көре берсеңіздер болады. Топсыз ағай дейді.
Так, жарайды онда, құрметті оқушылар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағымыз жеңіл болды. Аға игнорить етеді екен дейді. Кімді мен игнорить етіп отырмын? Ешкімді игнорить етіп отқан жоқпын. Сіз не жаздыңыз, Ками? Сіз ештеңе жазбапсыз ғой мына жерде. Так, бізде тағы да екі сабақ қалды. Бұл жаңағы сарматтар мен ғұндар и үйсіндер мен қаңлылар. Сонымен біз толықтай 6 классты бітіреміз. Ежелгі Қазақстан тарихын аяқтаймыз. Одан кейін түркі дәуіріне өтеміз. Түркі дәуірінде біз уже мына түрік қағанаттарын, одан кейін моңғол дәуірін өтеміз. Все, жақсы. Сау болыңыздар, құрметті оқушылар.